Сәлеметсіздер 7-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 3-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Бізде жалпы 8 тапсырма берілген және әрқайсының өзіндік жеке тапсырмалары бар. Есептерді жақсы түсініп алу үшін видео сабақты соңына дейін мұқият қарап шығыңыздар, жақсы ма? Ал бірінші тапсырмасынан бастап қарастырайық. Бірінші тапсырмада бізде суретте білеушелердің массасы мен көлемдері бірдей дейді. Яғни мына әр білеушенің массасы мен көлемдері бірдей, суретте де көрініп тұр. Енді үстел үстіне білеушелер қай жағдайда ең аз қысым түсіреді дейді. Енді бізде қысымның формуласы F бөлінген S, яғни күштің ауданға қатынасы. Күшіміз mg, яғни массаға байланысты, ауданымыз қарап тұрсақ, ауданымыз үшеуінде де жерге түсіп тұрған аудандары бірдей. Енді массасымен салыстырып көрейік. Бізде ең массасы азы, сонда қысымы сода ең азы болады екен. Енді санасақ, бірінші денеде бізде 1, 2, 3, 4. 4 білеуші болғандықтан массасы жаңағы 4 есе деп есептейік. Екінші білеуші, екінші суретте 1, 2, 3, 4. Екеуінде де бірдей, яғни 4 білеушеден. Яғни бұлардың қысымдары бір-біріне тең, бірдей деген сөз. Ал үшінші суретте бізде 1, 2, 3, яғни 3 білеуші. Массамыз мына екеуіне қарағанда аз болып тұр. Сонда бізде жауап ең аз қысым түсіретін міне. Үшінші суретіміз жауап С варианты болады екен. Ал екінші тапсырмада бізде қатынас ыдыстың бірінші бағанына су, екінші бағанына бензин құйылған, үшінші бағанына құйылатын мұнай қай деңгейде болады дейді. Судың тығыздығы, мұнайдың тығыздығы және бензиннің тығыздығы берілген. Мына бірінші бағанымыз мына аралықта, екінші бағанымыз мұнайдың мына аралықта, үшінші бензинді құятын болсақ, қай аралыққа дейін көтеріледі дейді балалар. Үшінші бағанға біз бензинді құятын болсақ, жаңағы бірінші суымыз мына аралықта, мұнайымыз мына аралықта болса, бензиніміз құйған кезде мына аралыққа келеді екен, міне Б аралығында. Сонда жауабымыз Б деңгейі болады. Ал үшінші тапсырмада бізде сынапты барометр атмосфералық қысымды шахтада және тау басында өлшейді дейді. Енді бізде тау басындағы атмосфералық қысымды қалыпты қысыммен салыстырыңдар деп тұр. Мына сурет берілген 700 метр. Енді бізде жауап не В варианты болады екен. Барометр тау басында, себебі атмосфералық қысым қалыпты қысымнан төмен болады екен. Ал төртінші тапсырмада бізде есеп берілген екен. Ыдыстағы су бағанының биіктігі 0,5 метр. Судың ыдыс түбіне түсіретін қысымы. Судың тығыздығы берілген, ал қысымды есептеп көрейік. Ал төртінші есептің берілген жазып алдық. Енді бізде қысымды тап деген, еркін су деуін 10 ньютон килограмм бөлінген килограмм деп алдым, жоқ шамамен. Енді бізде қысымның формуласы ρGH формуламыз. Енді судың тығыздығы 1000 килограмм бөлінген метр куб. Көбейтеміз, G-дің мәні 10 ньютон бөлінген килограмм. Көбейтеміз, H бізде 0,5-ке тең. 0,5-ке 0,10-ды көбейтсек 5 болады, 5-ке 1000-ды көбейтсек, яғни 5000 паскаль шығады екен жауабымыз. Бізде 5000 паскаль В вариантында екен. Міне жауабымыз мынау, сонда дұрыс жауап В варианты болады екен. Ал 5-ші тапсырмада бізде суретте гидравликалық машина берілген дейді. Міне гидравликалық машина берілген, кіші және үлкен поршендері берілген және сан мәндері берілген. Енді 5-ші тапсырманың жалпы бізде 3 тапсырмасы бар екен. А тапсырмасында гидравликалық машинаның үлкен поршеніне әсер ететін күшті анықтаңыз дейді. Яғни міне кіші поршенде аудан мен күшіміз берілген сан мәндері, үлкен поршеннің ауданы берілген, міне F2-ні табыңдар деп тұр. Ал В тапсырмасында бұл машина күштен қандай ұтыс береді дейді. Ал С тапсырмасында гидравликалық машинаның көмегімен көтеруге болатын дене массасы қандай дейді. Ал есептеп көрейік. Ал одан кейінгі 5-ші есебіміздің берілген жазып алдық. Енді бізде гидравликалық бірінші 3 тапсырмасы бар. А тапсырмасында F2-ні табыңдар деген, В тапсырмасында күштен қандай ұтыс беретін тап деген, С тапсырмасында массаны тап деген. Енді гидравликалық А тапсырмасында гидравликалық престің машина формуласын жазайық. F2-ның F1-ге қатынасы тең S2-ның S1-ге қатынасы формуламыз. Осыдан біз F2-ні табатын болсақ, F1 көбейтілген S2 бөлінген S1 болады екен. Ал мәндерін қояйық. F1 бізде 500 ньютонға тең, S2-міз 1440 метр квадратқа тең, бөлеміз оны 1,2 метр квадратқа. Есептесек бізде шығады екен 600 мың шығады екен. 600 мың ньютон. Не болмаса, оны дәрежемен жазатын болсақ, 60 көбейту
600 көбейту оның 3 дәрежесі ньютон деп алайық. Сонда 600 килоньютон болады екен. Міне. Енді В тапсырмасында бізде күштен қандай ұтыс береді дейді. Ол үшін F2-ның F1-ге қатынасын есептейді екенбіз. F2-міз бізде 600 мың ньютон шықты. 600 мың ньютонды бөлеміз бізде бірінші 500 ньютонға. Сонда бізде шығады екен 1200 ньютондар қысқарып кетеді. 1200 десе ұтыс береді екен. Ал С тапсырмасында бізде массаны тап деген, жаңа гидравликалық машинаның көмегімен көтеруге болатын дененің массасын тап деген. Біз F2-ні қолдану арқылы ауырлық күшін табамыз, яғни mg. Осыдан массаны табатын болсақ, F2-ның мәнін еркін сөйлеуіне бөледі екенбіз. Сонда массамыз тең болады. F2-міз бізде 600 мың шықты. 600 мың, немесе 600 көбейту оның 3 дәрежесі ньютон. Бөлеміз 10 ньютон бөлінген килограммға. Сонда мынаның бір нөлімен мынау кетсе, 60 көбейту оның 3 дәрежесі килограмм шығады. Ол дегеніміз 60 тоннаны береді екен. Міне жауабымыз. Мынау екінші жауап, мынау үшінші жауап. Ал 6-шы тапсырмада суретте дене және 3 түрлі сұйықтық құйылған А, Б, В ыдыстар берілген дейді. Енді А тапсырмасында бізде бірінші А ыдыстағы сұйық түрін анықтаңыз депті. Екінші тапсырмасында А ыдыстағы сұйықта дене үшін жүзудің қандай шарттары орындалады дейді. В тапсырмасында Б ыдыстағы сұйықта дене жүзеді. Осы ыдыстағы сұйық түрі дейді. Ал С тапсырмасында В ыдыстағы сұйықта дененің 0,9 В көлем бөлігі батқан В ыдыстағы сұйық түрі қандай дейді. Жалпы бізде 4 тапсырмасы бар екен. Ал балалар 6-шы есепті мен байқамай шығарып кетіппін, видеоны қоспай, сондықтан осылай шығарған күйіне түсіндірейін. Енді бізде 6-шы есепте ауадағы салмағы және судағы салмағы, жаңағы сұйықтықтың бастапқы көлемі және соңғы көлемі, денені салғаннан кейінгі көлемі берілген, сан мәндері есептің шартында. Енді бізде 4 тапсырмасы бар екен. Бірінші тапсырмасында бізде сұраған А ыдысындағы сұйықтың түрін анықтаңдар деген. Біз тығыздығын тауып, сосын кейін барып қандай сұйықтық екенін анықтай аламыз. Енді екінші тапсырмасында бізде А ыдыстағы сұйыққа дене үшін жүзудің қандай шарты орындалады дейді. Ал Б тапсырмасында бізде Б ыдыстағы сұйықтың түрін табыңдар деген. Ал жаңағы соңғы С, мынау С тапсырмасы. С тапсырмасында 0,9 В бөлігі батқан кездегі сұйықтықтың түрін табыңдар деген. Ал бірінші А тапсырмасынан бастап орындайық. Бізде Архимед күшіміз тең болады жаңағы ауадағы салмағынан судағы салмағын алып тастаған кезде сол Архимед күшіне тең болады. Яғни 4,5-нан 0,5 алып тастаймыз, 4 ньютон шығады Архимед күшіміз. Енді біз жаңағы дененің көлемін тауып алу үшін сұйықтыққа батқан бөлігіндегі көлемінен бастапқы көлемін алып тастаймыз. Сонда 700-ден 200 алсақ 500 миллилитр болады. Оны біз метр кубқа айналдыруымыз керек. Метр куб болады көлемнің өлшем бірлігі. Сонда миллилитрде оның -6 дәрежесі бар. Мына 2,0-ден алып тастасақ 5 көбейту оның -4 дәрежесі метр куб екен жаңағы дененің көлемі. Енді Архимед күшін формуласын жазамыз. F-A тең ρ/g/v, өзіміз білгенде. Енді содан тығыздық табамыз. Жаңағы 4 ньютонды бөлеміз. 10 ньютон бөлінген килограмм жаңағы көлемінің мәні. Бөлсек бізде 800 килограмм бөлінген метр куб шығады екен. Ол бізде керосиннің тығыздығы. Сонда біздегі А суретіндегі денеміз бізде керосин сұйықтығы екен. Енді одан кейін сол қандай дене суға жүзу шартын түсіндіріңдер деген. Ауырлық күшіміз Архимед күшіне үлкен болғандықтан бізде дене суға батады екен. Көріп тұрғанымыздай, ауырлық күшіміз бізде 4,5 ньютон, 4,5 ньютон, Архимед күшіміз 4 ньютон шықты. Сондықтан дене суға батады екен. Ал В тапсырмасында бізде Б дененің Б денесіндегі сұйықтықтың түрін анықтаңдар деген. Енді біз ауадағы салмағын аламыз. Ауадағы салмағын ρ/g/v, осыдан ρны табады екенбіз. Дененің көлемі міне тұр. Дененің көлемін қолданамыз. Ауадағы салмағы 4,5 ньютон. Жаңағы мәндерді қоямыз. Сонда 900 килограмм бөлінген метр куб шығады екен. Жаңағы Б суретіндегі сұйықтықтың тығыздығы. Ол бізде міне жауабында жазып қойдым. 900 килограмм бөлінген метр куб. Яғни ол машина майының тығыздығы осыған тең екен. Енді одан кейін С тапсырмасында бізде
мынау нашама берілген, осындай бөлігі батқан дейді көлемі. Сол кездегі қандай сұйықтық екенін анықтаңыз деген. Ауадағы салмағын жазып алдым. Жаңағы дененің майдағы майдың тығыздығын алдық. Енді көлемін жазып алдық. Батқан бөлігінде көлемі 0,9 В-ға тең. Енді сұйықтықтың тығыздығын табу керек. Біз ауадағы салмағы арқылы массаны тауып алдым. Ауырлық күшінің формуласы mg. Сода массаны табамыз. Ауырлық күшіміз 4,5 ньютонға тең. Еркін судеміз 10 ньютон бөлінген килограмм. Бөлсек 0,145 килограммға тең болады екен. Енді батқан бөлігінің көлеміні бізде мынандай формула екен. Дененің тығыздығын көлемімен оның сұйықтықтағы тығыздығына қатынасына тең екен. Енді осыдан сұйықтықтың тығыздығын тапсақ, денеміздің тығыздығы мен көлем көбейтіледі да, батқан бөлігінің көлемі оған бөлінеді екен. Сонда бізде дененің тығыздығы 900 еді. В-ны өзін жазамыз, оның мәні берілмеген бізде. Енді батқан бөлігінің көлемі бізде 0,9 В-ға тең. Сонда В мен В қысқарып кетеді міне. Сонда 900-ді 0,9-ға бөлсек 1000 килограмм бөлінген метр кубқа тең болады екен. Сонда 1000 бізде судың тығыздығына тең. Сонда соңғы В суретіндегі дененің сұйықтықтың тығыздығы бізде 1000-ға тең болды, яғни ол су екен. Ал 7-ші тапсырмада бізде судың қандай тереңдігінде қысым атмосфералық қысымнан 2 есе үлкен болады дейді. Атмосфералық қысымның мәні берілген және судың тығыздығы берілген. Ал 7-ші есептің берілген жазып алдық. Бізде атмосфералық қысым берілген, судың қандай биіктігінде, тереңдігінде атмосфералық қысымнан 2 есе үлкен болады деген. Судың тығыздығы берілген. Енді бізде жалпы қысымымызды тауып алайық. Қысымымыз тең 2 атмосфералық қысымға тең 2 есе үлкен болады деген. Сонда 2-ні 10-ның 5 дәрежесіне көбейтеміз. Сонда 2 көбейту 10-ның 5 дәрежесі паскаль шығады екен қысымымыз. Енді қысымның формуласын жазайық. Ро, G, H бізде. Осы формулаға салып, H-ті табамыз. Сонда қысымды бөлеміз ро, G-ге. H тең болады. Қысым бізде 2 көбейту 10-ның 5 дәрежесі паскаль болды. Тығыздығымыз 1000 килограмм бөлінген метр куб. Ал еркін судемізді 10 деп алайға, жоқ шамамен. Есептесек бізде шығады екен. Мына жерде 5 дәреже, мына жерде 3-4 дәреже бар. Жоғарға шықса -4. Сонда 5-тен 4 алсақ 2 көбейту 10-ның 1 дәрежесі қалады. Ол деген сөз 20 метрді береді екен. Міне тереңдігі 20 метр екен сонда. Ал 8-ші тапсырмада қатынас ыдыстарда сынап және су бар дейді. Су бағанының биіктігі 68 см. Сынап бірдей деңгейде болу үшін қатынас ыдыстардың сол жақ тармағына қандай биіктікке дейін керосин құю керек дейді. Бізде су мен жаңағы керосиннің тығыздықтары берілген. Ал есептеп көрейік. Ал балалар 8-ші есептің берілген жазып алдым. Судың биіктігі берілген, сантиметрмен оны метрге айналдырдық. Судың тығыздығы, керосиннің тығыздығы берілген. Еркін судеумен жазып алдым. Жоқ шамамен 10 деп алып. Енді керосиннің қанша биіктікке көтеруге болатынын анықтаңдар депті. Бірінші қысымның формуласын жазайық. Су үшін ро су, G, H су болады. Ал керосин үшін дәл осындай тек керосиннің тығыздығы мен биіктігін жазады екенбіз. Енді екеуін бір-біріне қатынасын алайық. Сонда біз бұл жерде жаңағы судың қысымы мен керосиннің қысымын бір-біріне тең деп алайық тағына. Сонымен екі формуласын теңестірейік. GHS тең ро керосин GHK. Енді осыдан біз керосиннің биіктігін табатын болсақ, ро жаңағы судың тығыздығы GHS бөлінген ро керосин G. G мен G қысқарып кетеді балалар үсті мен астында. Сонда формуламыз шығады екен. Бізде ро судың тығыздығы, H судың биіктігі, ро керосиннің тығыздығы. Ал осы формулаға салайық. Керосиннің биіктігі тең болады 10-ның 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб, көбейту H-сы 0,68 метр, бөлеміз оны. Керосиннің тығыздығы 800 килограмм бөлінген метр куб екен. Есептесек бізде шығады екен 0,185 метр. Немесе 85 сантиметр деп алсақ болады. Екі жауапта дұрыс балалар. Міне. Ал балалар бүгіндікке қарастырған тапсырмаларымыз осы 8 тапсырма. Егер есептерің түсінікті болса, ұнаса лайк басып пікір жазып кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Жақсы оқуда сәттілік, сау болыңыздар.